Далел бар жерде де-факт та бар. Қалай демалып қайттыңыз? Инстаграмнан көрдім. Алакөлден демалып. Туған жаққа барып. Иә. Енді жұмыс уақытынан ыңғайлы келмеуіне байланысты бір сенбі, жексенбі уақытын пайдаланып достарыммен кездесіп. Уақыт таңдап деңізші тез. Иә. Барып жазғы маусымды жауып келдік. Негізі сондай демалыстан кейін тағы да бір демалыс керек қой. Негізі біз де бардық Алакөлге. Жақсы жер екен, негізі бірінші рет бардым. Қашан? Елдос Байғұтбаевтың программасын барып қайттық. Жақсы жер екен, суға түскен күшті. Елдос Байғұтбаевтың жобасын біз қолдадық, қоғамдық даму басқармасымен бірлесіп. Неге? Өйткені бізде ерекше азаматтар өтінім білдірген. Ұйымдастырсаңыздар, семинар ұйымдастырсаңыздар, Алакөлдің жағасына барып, өзіміздің әріптестерімізбен ой бөліссек, барып шомылсақ деген. Ол оқу мен демалысты қатарластырсақ деп. Иә. Жақсы идея, өйткені қанша демалыс аймақтары бар, бірақ көбінесе енді Алакөл көлінің жағалауының өзі, демалыс аймағының өзі жарайды, адаптациясы бар шығар, бейімделу. Ал Алакөл көлінің жағалауы құм, тас болуына байланысты көп жерде бейімделмеген. Сол себепті біз арнайы бір лот жарияладық. Елдос бауырымыз ұтып алды, ұйымдастырды. Керемет, өткенде маған видеосын жіберіпті. Біраз азаматтар барып, бір жетіге барып, 3-4 күнге барып, демалып қайтқан екен. Бір апта біз 5 күнге оқумен бірге жақсы 3 уақыт тамағымен әкеледі. Өздері мамандары бар, көлге апарып, алып келеді. Коляскамен барып жүрмейсің, бәленбе километр машинеге машинамен апарып алып келеді. Барлығы да жасалған. Условиялар күшті? Иә. Одан бөлек енді бізде мақтанарлық тағы бір жобамыз болды. 2023 жылы облыс әкімінің қолдауымен сол Көктұма емес, бер жағында Ақши деген ауыл бар. Ол жерде Ақши ауылында бұрыннан бері жұмыс жасап келе жатқан резиденция болған, аудан әкімдігінің. Резиденция дегенді білесіз? Жоқ, мен білмейді. Бұл енді әкімдіктің теңгерімдегі демалыс аймағы. Біз оны облыс әкімі 2023 жылы Алакөл ауданының тұрғындарымен кездесуде бастама көтерді. Сол резиденцияны әлеуметтік қорғау саласына берсек, оңалту орталығын ашсақ, лагерь ашсақ деп. Біз қуана қабылдап алдық. Елімізде 2 облыста сондай орталықтар бар. Біреуі Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы деген жер бар. Сол жерде Ертіс өзенінің су қоймасы бар ғой. Сол жерде арналған. Екіншісі міне бізде Ақши ауылында, Алакөл көлі жағалауында 40 орындық әке шешесімен бір қабылдаған кезде 20 бала, 20 ата-анасымен қабылдаймыз. Міне бүгін күн сейсенбі, 20 бала, 20 ата-анасымен Учарлыға аттанды. Бүгін міне сол жерде демалып жатыр. Енді бұл біздің осы жазғы маусымдағы 2025 жылдығы соңғы жазғы маусымды қамту көрсеткіші. Біздің де съемочный, кешірім сұрайын. Біздің де съемочный группа қай жылы? Сол сіздер ашқан кезде бар да. Мен өзім бара алмадым, енді бірақ Елмира әпкеміз бар. Сіздер барып қайтты. Жақсы. Керемет, өйткені қазір Астана қаласынан біраз волонтерлар шығып жатыр бізге. Үкіметтік емес ұйымдар. Ол кісілердің де сол Астана қаласындағы қызмет көрсетіп жатқан ерекше балалары бар. Солар енді көреді ғой әлеуметтік желілерден. Біздердің де балаларымызды алсаңыздар деп. Енді оған біз бас тарттық. Неге? Өйткені
облыста 3218 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балалар бар. Ал ойлаңыз, ана жерде біз бір қамтығанда 40 орын ғана қамтып отырмыз. Екі ашылғалы біз міне 23, 24, 25 жылы бар жоқ бір 500 баланы ғана қамтыдық. Қаншама балалар әлі кезектерін күтіп отыр. Оны үлкейтсе болмайды ма? Бұйыртса міне Балқаш көлінің жағалауына инженерлік желілерін салып жатыр ғой. Жолын салды. Бізде жобамызда бар. Сол жақта бір лагерді ашу. Соны айтайын деп отырған, Балқаштан неге ашылмайды екен деп, Балқаш бізге жақындау кейде бар да, мүгедек біз енді арбада отырғаннан кейін кейбір кісілерге ауыр тиді, анау Алакөлге барған жағынан шаршап қаласың. Одан бөлек жолының арақашықтығы бар. Екінші үлкен мәселе бұл Алакөл көлінде шомылу маусымы маусым айының 20-сынан басталады. Енді ол аяқталуы енді бір ай 15-ақ күн. Ойлаңыз, 3 ай бар, соның 1,5 ай ғана максимал түрде алып қалатын басы. Қал Балқаш көлінің жазғы маусымдық мерзімі екесе жоғары. 2,5 айға дейін қызмет көрсетуге болады. Суы жылы барлық жағдай жасалса, бұйырса жерде қазір арнайы бас жоба жасалып жатыр. Сол жерде лагер, санаторлық курорттық орталық ашу жоспарымызда бар. Бұйырса ашамыз біз. Жақсы болар еді. Ол балаларға ғана ма, әлде үлкендерге де болады? Үлкендерге де болады. Бейімделген болса жақсы. Ол жерде батып та кетпейсің. Енді таяз ғой? Таяз. Ендігі бір тағы бір мәселе. Біз міне президенттің тапсырмасы болған 2020 жылы құрылтайда берген. Талдықорған қаласында 150 орындық оңалту орталығын салыңдар деп. Бұйыртса міне конкурсты жарияланды, ұтып алды құрылыс компаниясы. Бұйыртса міне ағымдағы жылдың қыркүйек айының басында 5 гектар жерді міне өзіміздің міне Қаратал өзенінің ар жағында инфекциялық больница бар ғой. Соның артында 5 гектар жерге құрылысын бастаймыз. Бұйыртса оның құрылысы 26 жылдың желтоқсан айында бітуі керек. Соның нәтижесінде біздің ол жерде соңғы үлгідегі оңалту құралдары болады. Бассейн болады, спортзал болады, теплицасы болады, сыртқы демалатын аймағы болады. Енді 5 гектар дегенді ойлаңыз. Сонда біз бала еңбектеген баладан бастап еңкейген қартайға дейін, қартайғы мүгедектігі бар азаматтарды 1 айдан 3 айға дейін, одан болмаса 6 айға дейін сол жерде стационарлық қызмет көрсетіп, жатып, қызмет алуға толық мүмкіншілік болады. Енді біздің азаматтар Алматы, Астанаға барып, я болмаса Ташкентке барып, қызметтерін ақылы түрде сол жаққа ақшаларын жұмсамайды, өзіміздің мемлекеттік орталықта қызмет алатын болады. Оғы мамандар табу керек қой, мамандарды іздестіресіздер ме, қалай болады? Біз осы бастан да бастап кеттік мамандарды іздестіруді, өйткені ол жерге реабилитолог мамандар керек. Енді жартылай медициналық, жартылай әлеуметтік қорғау саласының мамандар істегендіктен ол жерге үлкен мамандар керек, өйткені 120-150-ге дейін штат ашылады. Ойлаңыз, үлкен бір орталық. Үлкен орталық болған еді ғой. Ішінде мәселен сырт жақтан келетін жандарға өтке жататындай орындар бола ма? Енді әлде тек облыстың тұрғындарына ғана арналған негізі. Енді қажеттілік болып жатса, онда қарауға болады. Басқа облыстың келем деген азаматтарын қабылдауға. Өйткені елімізде 20 аудан облыс бар, 2-3 қаламыз бар. Ол жердің бүгінгі күні бұл орталықтар тек қана бір 9 облысқа ғана салынайын деп отыр. Соның біреуі Талдықорған қаласы. Іргеміздегі Алматы облысында жоқ ондай. Мен сұрап жатқан Асарға барамыз ғой, біз оңалту орталығына дайындаламыз. Ол жерге шет мемлекеттерден келеді, Қырғызстаннан, шет жақтардан, Өзбекстаннан келеді кейде. Олар басқа облыстан да адамдар келеді.
бірақ олар жататын орын іздейді осы жақтан. Квартира іздейді. Жатақханасы жоқ. Жатақхана ондай жоқ. Пәтер ақысы қымбат, ыңғайсыз сол болып тұр ғой. Енді асардағы төлеу жағынан емес шығар, мүмкін іздеу жағынан шет жақтан келгеннен кейін білмей қаласың да, қай жақтан іздесе болады деген секілді. Енді асардың біз бірнеше рет болдық, біраз әзірлескен жобаларымыз бар. Ол кісілердің оңалту құралдары әжептәуір керемет. Енді бір бізде экзоскелет бар ол жердегі. 120 миллион тұрады. Ойлап қараңыздар, оның істеп отқан мамандарының өзі шетелде оқып келген. Оны басқару оңай емес. Енді бізде ондай оңалту құралдары болмай әлі белгісіз. Дегенмен де ол жерде мамандары мықты, соның нәтижесінде бір-біріне естіп қазір анау Ақтау, Атырау жақтан, Шымкент жақтан келіп отыр. Нәтиже бар. Көбінесе енді бұл жерге көлік апатынан мерт кеткен азаматтар келеді ғой. Қазір жемісін беріп жатыр. Көбісі сол автокөліктен ғой. Травманы автокөліктен болады. Қазіргі мүгедектігі бар жандардың ортада қалыптасуы ма, әлде солардың белсенділігі артып келе жатыр ма деген өз ойыңыз артып келе жатыр ма? Қазір Алмас, мен сізге айтайын. Қоғамның ойы өзгеруде ма? Қазір мүгедектігі бар азаматтар өздерінің құқықтарын, өздеріне тиісті мемлекет, үкімет берген жеңілдіктерді жақсы пайдалануда. Енді ауылдық елді мекендерде енді жетіп жатқан шығар. Ал қалалық жерлерде, аудандық облыс орталықтарында бұл жеңілдіктер жақсы пайдалануда. Сонымен қатар ол азаматтар өздерінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, үкіметтік емес ұйымдар ашып, қосымша жұмыс орнын ашып, қазір біраз әлеуметтік жобаларды іске асырып отыр. Бізде қазір тек қана біздің өзіміздің саламызды айтатын болсам, 4-5 үкіметтік емес ұйымдар бар. Тек қана осы мүгедектігі бар азаматтарға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетеді. Яғни сол кісілердің жағдайын жасап, үйден шығармайтын азаматтар болатын болса, оларға үйден шығарып ата-аналарынан сұрап, түрлі психологиялық, құқықтық, эмоционалдық түрлі тренингтер өткізіп, шаралар жасалып жатыр. Ипотерапиямыз бар. Соның барлығы осы мүгедектігі бар азаматтарға жасалып жатқан ерекше қамқорлық. Ал жәнегі асардың өзі, Елдосты білесіз, қазір қаншама 12 мүшесі аман азаматтар ондай жасаматыр, ол өзінің ерекшелігіне байланысты қаншама әлеуметтік жобаларды іске асырды. Қазір естіп отқан шығарсыз, біз биыл елімізде алғаш рет болып үйге барып ЛФК қызметін көрсетіп бастадық. Массаж, ЛФК. Дежурный мамандар бар, алдын ала телефонмен звондап кезекке тұрады, тегін барлығы. Менде оны бір-екі рет өзім алдым, себебі менде жұмыс бар, өзімнің тренировкам бар, тенниске қатысам ғой. Тренировкам бар, асарға барғанға кейде қол тимей қалады. Сіз сияқты болмады, күндіз жұмыста, кешке барайын десе, ол 5-ке дейін істейді. 5-ке дейін істейді. Жабылып қалады. Сол кісілер келеді, жасап береді, массажыны, укасын жасап береді, келеді. Керемет қой, рахат. Мен не үшін сұрап отырмын, себебі жарыстарға өзге де басқа да қалаларға барамыз ғой біз. Солардың бізде қазір өзгеріп жатыр, пандусымыз болсын, тактильный дорожкаларыңыз болсын. Енді мен өзім кейде қарап жүріп, мендей болып түсіреміз. Басқа қалаларға барған кезде де мен өзім байқаусыз болғанда енді көресің дейді, қарайсың, әр жерге қарап жүресің ғой, мына жақта қалай екен деген секілді. Салыстырмалы түрде. Біздің қала көп көрім жақсы өзгеріп келеді, басқа жақтардан қарағанда. Ол жақтың кей мүгедектігі бар жандардың белсенділігі төмен шығар деген ой келеді. Сол себеп сұрап жатқанбыз. Дұрыс, сіздердің мендей бол деген жобасы өте керемет. Содан бері өзіңіздің бауырымыз Вадим Друзин.
ол белсенді жұмыс жасап жүр. Белсенді жұмыс. Қаншама жеке сектордағы азаматтар тікелей бізге шығып жатыр. Ана азамат бізге осылай арыз жазып кетті, бірнеше уақыт бере ма, 3 ай бола ма, 2 ай бола ма, уақыт берсінші, біз бәрін түзетеміз деген. Қазір бірен сараң бір жеке сектордағы қызмет көрсететін орталықтар бар. Оны да біз түзейміз. Міне осы аптада біз бұйырса 3 жеке меншіктегі кәсіпкерлердің ғимараттарына бейімдеу жұмыстары болмағанына байланысты департамент бар бізде, әлеуметтік қорғау деген құзырлы орган айыппұл салатын. Сол кісілерге 3-еуін міне сол Вадим Друзиннің бірлесіп арыз жазып жатырмыз. Ол кісілерге барып тексереміз. Егерде стандартқа сәйкес келмейтін болса, мерзім береміз 1 ай, 2 ай. Одан жасамаса айыппұл 2 есе төлейді. Осыдан 2 жыл бұрын ба? 3 жыл бұрын шығар. 2 жыл бұрын. Менде болды, алғаш түсіріп бастап жатқан кезде менде ой болды. Шынымен осындай жеңіл подходтар өзгере ма деп ше, пандустар өзгере ма, жоқ па, өзгермей ме екен деп. Сосын 1 жылдан кейін облыс әкімінің орынбасарына кірдік. Жоқ, орынбасарына кірдік. Жиналыс өткізді. Жиналыс барысында ең алғаш қойды менің көзімше Жансая мекемесі бар ғой? Медицина мекемесі. Соларға 480 мың теңге ме штраф салды. Міндетті түрде қадағалаңдар деп барлығын еткен кезде 2023 жылы біз белсенді жұмыс жасадық. 2023-24-те. Тек қана 1 жылдың ішінде былтыр ғана 24-те 100 нысанға айыппұл салды. Онда 2 миллион теңге. Ал қазір соны естіген азаматтар бізден өзімізден хабарласып, маманың жіберіңізші. Біз мына қалай дұрыс болады? Ертең сіздер тексерген кезде сәйкес келмей қалмасыншы деп алдын ала хабарласып отыр. Бүгінгі күні міне 6 ай өтті. Біз 8 қана нысанға айыппұл салдық. Енді ойлаңыз, 100 нысанмен 8. Көп азаматтар міне арнайы біз бөлек хабарлама таратып жатырмыз. Хабарламаның өзінде қаншама азаматтар бейімдеу жұмыстарының нәтижесінде қазір айыппұлға ешкім көнгісі келмейді. Сол салған айыппұлға ана жерге адаптация жасау болады. Жасай салған дұрыс қой. Бұл барлығы сол азаматтардың ертең кепілдігі жоқ қой. Бұндай халге түспейтін. Әрине. Ендігі біздің мақсатымыз мына көшедегі тротуар, бордюр, соларды түзеу. Зданияны ақырындап біз ретке келтірдік. Енді мына қоғамдық автокөліктердегі зағип жандарға, құлағы нашар еститін азаматтарға озвучка қою, арнайы табличкасын қою. Беговой дорожка дейміз ғой. Кешірім сұрайын. Светофорларға да, бағдаршамдарға да дыбыстық нелер қойып бастадық. Оны жерде біраз спальный райондарға қойғанбыз біз. Абая мен Жансөгерова көшесінің бойында қойып едік. Сол жерге тұрған көп қабатты азамат тұрғын үйлердің азаматтары шағым түсіріп алдырып тастады. Олай істеуге болады ма не? Шуылдайды ғой. Күні түні сіздер бізге тыныштығымызды бұздыңыздар деп. Сөйтіп оның кішкене дауысын азайтып едік, ол да болмады. Қазір біреуі тұр неде? Жастарға қызмет көрсету орталығының жанында, Қонаева көшесі мен Балапанның қиылысында. Бұл жерде көп қабатты үйлер жоқ, тек қана әкімшілік ғимараттар. Біз қазір сол жастар Education деген қоғамдық бірлестік бар. Олар мына Назарбаев интеллектуалды мектебінің оқушыларымен бірлесіп жасаған жобалар ол. Негізгі дыбыстық хабарламаны сол Ништің балалары жасаған, тегін жасаған. Енді соны патенттеп алған, ақырындап енді соны егерде дауысын басқа бір режимге ауыстыратын болсақ, біз оны барлық жерге салатын боламыз. Өзгертіп адамның құлағына жағымды қылып сол жағын қарап жатырмыз. Бордюр дейміз ғой, мәселен біз келе жатамыз да
білмеймін қазір қалай, или бұрыннан солай ма, трасса салынады ғой. Трасса салынғаннан кейін бордюр салынады, адамдар жүретін жол салынады. Ол жолға келе жатасың да түсесің, түсетін жері сәл төмендеу, сәл емес кәдімгідей. Мәселен, мен белім дұрыс ұстамайды, дұрыс ұстамайды дегенде кеудемнен төмен қарата сезбеймін. Белді ұстау қиын. Градус сәл қатты қиып кетсе, аунап кетуі әбден мүмкін. Бордюрдің жол жүретін жолмен бірдей қылса трассасын келмей ме, олай жасауға болмай ма екен? Әлде бірден төмен қылмай, сәл жәнегі пандус сияқты ақырындап градусын сақтауға болады. Оны алмасымен біз білеміз. Қаланың әкімімен де сөйлескенбіз. Бұйырса оны қазір жайлап жасалып бастады ғой, ремонт басталды. Оның ішіне барлығы кіреді. Әптеп болады барлығы. Әрине, бірден барлығы өзгермесе, осыдан 3 жыл бұрын пандустар өзгере ма деген менде сомнение болған. Қазір өзгеріп келе жатыр. Өткенде де біраз азаматтар сіздің ойыңызды қолдап кетейін. Басқа қалалардан қарағанда бейімдеу жұмыстары өте жақсы деңгейге шықты бізде. Барлығын азаматтардың өздерінің түсінігінде. Пандус қойылмайтын жердің өзіне лифт қойып. Ол біз басында облыс бөлінгенде жай ғана хабарлама беріп келдік. Бірақ облыс әкімі өзі тікелей бақылауына арып, өзі бір-екі жеке нысандарды көріп, апта сайынғы, ай сайынғы бақылаудың нәтижесінде біз оларға қалталарына тидік. Айыппұл төлеткіздік. Қалтарына тигеннен кейін азаматтар түсінді. Қазір барлығы ретке келтірді. Тактильді дорожкалардың көбісі пластмастан ғой, сары. Соны даладағасын, мекеменің ішінде емес, даладағын темірге ауыстырса қалай болады? Негізі сол резина болмау керек даладағы. Ол өзі кейбір мекемелер қалай қабылдады екен? Негізі ол плита болу керек. Плита. Бордюр, брусчатка сияқты өздері сөйтіп қалану керек. Брусчатканың ортасы қиып алынып, соның орнына арнайы соның плитасы болады, тактильді дорожканың. Ал резиновый біздегі тактильді дорожкаларымыз ол ғимараттың ішіне ғана арналған. Ол бір-екі ыстықта, бір-екі жаңбырда түсіп болады. Біз оны айтып отырмыз. Көбінесе арзан болғаннан кейін салғысы келеді. Қараймыз. Нәтте сұрақтар дайындадым, бірақ әңгіме сияқты жүрсінші деп едім негізінде ше. Жергілікті кәсіпкерлер бұл бағытта қаншалықты үлес қосып жатыр? Мәселен, менің ойымша сіздер мынандай жобаларыңыз бар ма? Кәсіпкерлермен болмаса НПО-шниктармен бірлесіп бір жоба жасадыңыздар. Сол жоба бойынша мысалдарыңыз бар ма? Осы бейімдеуге қатысты ма? Бейімдеу емес, жалпы мүгедектігі бар жандармен бе? Бізде үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп, біз биыл ментальды бұзушылықтар бар, балалар бар. Ол кісілер не санаторлық курортқа емделуге бара алмайды, я болмаса басқа балалары сияқты қоғамдық жерлерге көп жүре алмайды. Көбінесе ол кісілер мемлекеттік жарайды кепілдендірілген төлемдер бар, оның барлығын алып келе жатыр. Ал санаторлық курорттық емделу болсын, ипотерапия болсын, сондай көмектерден тыс қалып жатады. Біз соларға арнайы жоба дайындадық. Яғни қол өнерімен айналысатын, тігетін, я болмаса қолдан түрлі әшекей бұйымдар жасайтын мамандардың оқытып, сондай бір жоба істеп бастадық Талдықорған қаласында. Қазірдің өзінде бізде 30-ға дейін балалар сол жерде қызмет алуда. Ата-аналар риза, таңертең балаларын сол жерге алып келеді. Ол бізден Алпамыс деген қоғамдық бірлестікпен жасап жатырмыз. Әке-шешелер алып кетеді, тастайды. 3-4 сағат сол мамандармен болады. Сол уақытта әке-шешелері өздерінің шаруаларын бітіреді. Как балабақша ретінде сақталған. Бізге мынандай ой келді. Тура сондай балабақша сияқты, бірақ үлкен кісілерге жасаса қалай болады екен? Қалай ойлайсыз?
ерекше азаматтарға ма? Ерекше емес, үлкен кісілер болады ғой, мәселен балалары өз ата-аналарының үйінде қарап қалу керек болады да. Кейбір кісілер төсек тартып қалады, болмаса жастары кәрі болады. Ол кісілерге де сондай бір мекеме ашып, балабақша сияқты апарып тастап, кешкісін алып кететіндей деген ғой. Қарттар үйіне өткізгеннен гөрі дегенім ғой. Кейбіреулер өткізе алмайды деген секілді. Енді ол жерде уақытша деп айтуға болмас. Біз оны ашу қиында болады. Неге? Өйткені уақытша тастағаннан кейін әке-шешелер балаларында бір жауапкершілік болу керек. Ал көбінесе қарттар үйіне өткізеді. Енді біз сол салада жүрген маман болғаннан кейін 3 айдан кейін, 6 айдан кейін, я болмаса 1 жылдан кейін балалар алып кетеді, түрлі себептерді айтып. Ол сөзінің ақиқат, ашығы. 1 айда 2,5 айдан кейін әке-шешесін қайтадан тастап кетеді. Тұра алмадық, тіл табыса алмадық, я болмаса түрлі кикілжіңдер болды. Ал счетын қарасақ, бос. Талай жылдар жинаған қаражаттарын алады да, уақыт өткеннен кейін ақырында 1 ай, 2 айдан кейін қайтадан әкеліп тастайды. Ол сөйтіп жалғасып келе жатқан кейбір азаматтар бар. Ол мемлекетке тапсырды ма? Бізде енді ол жерде бір не жоқ, бізде бір шектеу жоқ. Ол аламайды деген мәселе жоқ. Алу керек, біз береміз, бірақ енді ол азаматтың өзінің бір жауапкершілігі деп түсінеміз. Ал мына сіздің айтып отқаныңыз, бізде 18 жасқа дейінгі балаларға арналған балабақшалар бар. Бәйтерек бар, аутизм бар, мына Қамқор деген стационар қызмет көрсететін орталығымыз бар. Талдықорған қаласынан ғана айтып отырмын мен. Сөйтіп өткенде бізге былтыр жылдар облыс әкімінің есебінде біраз ата-аналар келіп мынандай мәселе көтерді. Бізде Бәйтеректе балаларымыз 18 жасқа дейінгі қызмет алып келді. Міне 1-2 айдан кейін ол 18-ден асады, арман қарай балалардың баратын жері жоқ. Енді қайда бару керек? Сол себепті бізге осындай контингенттегі балалар үшін қосымша ересектерге 30-35 жасқа дейінгі балаларға арналған балабақша ашып беріңдер деп бізге уәж айтты. Біз қолдадық. Бүгінгі күні 35 жасқа дейінгі балаларға арналған, ересек балаларға 18-35 жас аралығындағы балаларға арналған орталық аштық. Бүгінгі күні 30 бала қызмет алуда. Жаншуақ деген. Таңертең өзіміз алып кетеміз, кеш жақын өзіміз апарып береміз. 4 мезгіл тамақ ішінде азаматтар, әке-шешелері риза, жұмысына бұрын қалай барды, сол жұмыстарын аяқтап келе жатыр. Бұл жерде логический сұрақ болып отыр. 35 жастан кейін ол кісілер не істейді? Ары қаратай. Арман қарай тағы ашамыз. Ол кезең-кезеңмен ғой. Қазір біз 35-ке дейін балаларды қабылдап жатырмыз. Арман қарай 35-тен 60 жасқа дейін деген сияқты. Енді өзінің бір ары қаратай дом престарелых деген сияқты жерге өтіп кетпей ма деген ғой. Жоқ, ондай өтпейді. Өйткені әке-шешелері баладан бас тартпаса болды. Бас тартқан жағдайда, егерде мүгедектігі бар бала болып, психоневрологиялық ауытқулары болып, соттың шешімімен өз-өзіне қызмет, әрекет жасай алмайтын болса, оны бізде ондай орталықтар да бар. 6 орталық бар бізде ондай. Бүгінгі күні 1,5 адам сондай қызмет алып, сол орталықта жатыр. Олардың тұрып атқан жерлері сол, әке-шешелері бас тартқан, өйткені ересек болуына байланысты, шамаларының келмеуіне байланысты, қасындағы қоғамға, көршілеріне зиян шегуіне байланысты ол кісілер санаулы түрде бас тартқан. Астанадағы ма оқиғаны лифттағы? Сондай азаматтар. Ол қауіп төндіруіне байланысты біз сондай азаматтарды мемлекет өз қарамағына алады. Мемлекет атынан ол кісілердің қамқоршысы болып, сол мекеменің директоры болып таңылады. Яғни директор сол кісілердің атынан счеттарын бақылайды, киімдіреді, пенсияларына барлығын иелік етеді. Барлығын ашық түрде, заңды түрде соның барлығы
кепілдендірілген түрде арнайы әлеуметтік қызмет көрсетеді. Оның тісі бар, түрлі ауру жағдайлары бар, соның барлығын қамтамасыз ететін біздің сол директорлардың центрлар. Қазір барлық орталықтар бар. 18 жасқа дейінгі бала бола ма? 18-ден 35-ке дейін бола ма? 30-ге дейін бола ма? Қарт бола ма? Қараусыз бола ма? Психоневрологиялық ауытқулар, оның барлығына мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалған. 2030-ға дейінгі ойластырған жоспарларыңыз бар ма? Бар. Бізде елімізде 2029 жылға дейінгі ұлттық жобалар бар. Бұл жерде мейлі ол жұмыспен қамту болатын болса, я болмаса түрлі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді дамыту тұжырымдалмалары бола ма, оның барлығы, ал мүгедектігі бар азаматтарға арналған инклюзивті саясатты құру 2030 жылға дейінгі биыл 25 жылы қабылданды, бекітілді. Бұл жерде қандай бастамалары бар айтып өтейін. Осы 5 жылдың көлемінде сол жобаның ішінде бізде инватакси қызметін жетілдіру. Бірінші подкастта айтып кеткендей. Яндекс бар. Екіншісі, сіз қазір мысалы колясканы әлеуметтік қызмет көрсету порталы арқылы аласыз ғой. Әрине. Енді инватаксидің қызметі соған өтеді. Сол жерден сіз таңдай аласыз. Сізде қандай поставщик керек, сізге қандай Яндекс индрайвері бола ма, соның барлығын сол ПСУ-мен таңдай аласыз. Сіздің қаражатыңыз сол жерде тұрады. Ол бір жаңашылдықтың біреуі. Екінші жаңашылдық, бізде қазір сал жәнегі қарттар үйі дейміз, қамқор деп жатырмыз, бәйтерек деп жатырмыз, жаншуақ деп жатырмыз. Бұл кісілердің, бұл орталықтардың барлық қызметі лицензияланды. Қалай сонда? Бұрын бұл кісілер тек қана жалпылама түрде қызмет көрсетіп келген, тек қана СЭС-тен барып заключение алады, қорытынды. Екіншісі өрт қауіпсіздігіне қарсы қорытындысын алады, болды. Ал енді биылғы жылдан бастап мүгедектігі бар азаматтарға арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін орталықтар, оның барлығы 100% лицензия алуы керек. Егер де лицензия алмаған жағдайда, ол азаматтар, ерекше бар азаматтарға орталықтар, ерекшеліктері бар азаматтарға қызмет көрсете алмайды. Яғни заңсыз. Лицензияның бір оң нәтижесі бұл мүгедектігі бар азаматтарға сапалы қызмет көрсетуге кепілдендік беретін құжаттық қағаз, гарантия. Ол жерде лицензия алған мекемеде оңалту құралдары 100% бар, мамандары 100% бар, ғимараттың жағдайы 100% керемет. Соның барлығы сол сапалы қызмет көрсетуге алып келеді. Ол екіншісі. Үшіншісі, кедергісіз келешек деген бар. Және сіздің екеміз айтқан бейімдеу жұмыстары, соның барлығы біз 2027 жылғы өзіміз Жетісу облысында міндет қойып отырмыз. Бүткіл мемлекеттік нысандарды 1120 нысан бар Жетісу облысы бойынша. 2027 жылдың аяғына дейін біз 100% адаптацияны өткізу керек деген. Ол да бар. Тағы бір қосып өтетін мәселе, бізде мынандай мәселелер туындап жатыр. Сіздердің мысалы порталмен алып отқан түрлі коляска бола ма, ноутбук бола ма, көзі көрмейтін азаматтарға, құлаққаптары бола ма, соның барлығы бұрын сіздерде қазіргі жүйе бойынша электрондық магазиннен таңдайды, қолмен ұстай алмайды, келгеннен кейін олар сапасыз болады, қайтаруға болады, жарайды. Енді бізде мынандай жағдаяттар болады. Ақша бір мүгедектігі бар азаматтарға бөлінген қаражат, әлеуметтік әмен деген естіген шығарсыз? Естімедім. Социальный кошелек деген бар. Бұл жерде әлеуметтік
топтағы азаматтардың барлық мемлекеттен алатын қаржылары бір кошелекке түседі, әмиянға. Яғни сіздер сол әмиянмен QR код арқылы төлей аласыздар. Колясканы барып, Алматыға барып, өзіңіздің аяғыңызбен барып, таңдап, қолмен сол QR кодпен төлей алатын жағдайға келеміз. Жақсы екен. Өзіміз таңдаймыз да QR кодпен. Бастысы, сіз мемлекетті берілген, кепілдендірілген сомадан аспасаңыз болды. Мысалы, кресло коляскаңыз 500 мың болатын болса, мемлекет сізге 500 мың төлеп береді, ал арғай 50 мың теңге болатын болса, 550 мың болатын болса, 50 мың теңге сіз өз қалтаңыздан шығарып кіресіз. Яғни өте ыңғайлы. Ыңғайлысы, бірақ алға, мәселен, мына коляскаменде 780, коляскалар қаншаға дейін болады екен деген сияқты ғой менде. Коляскалар біз қазір сон бағалары 3 миллионға дейін колясканы алып жатырмыз. Ол 18 жасқа дейінгі балалар басын ұстай алмайтын, денесін ұстай алмайтын, өте қиын балаларды алып жатырмыз. Ана 3-4 жеткізушілер бар, сол жерде ғана сатады. Бір колясканың өзі 3 миллион тұрады. Мен 7 миллионға дейін коляска көрдім. Сондықтан мен 7 миллионға дейін бар екен, әртүрлі коляска бар. Жаңағыны ақшаны бөлуде олар арнайы комиссия отыра ма? Осыған осыншама ақша кетеді, осынша. Ол бізде облыстық басқармада комиссия құрылған. Оның барлығы сөйтіп реттеледі. Түсінікті. QR кодпен әлеуметтік әмиян шықса, мен ойлаймын, барлық жағдай сол кезде шешіледі. Өйткені көп облыстарда айтпай қойым, ТМД мемлекеттерінде бұндай жағдай жоқ. Шетелде ондай жағдай жоқ. Ертең біз, енді цифровизация бізде жақсы дамып келе жатыр ғой, соған келеміз біз. Ертең барып, өзіңіз қалаған жерде әлеуметтік дүкендерден қалаған заттарыңызды кепілдендірген сомадан көлемді алуға. Деніміз сау болса, басымыз аман болса, соған да жетеміз. Қазір өзіңіздің мәселен сіздің сұрасы мүгедектігі бар жандай жайлы бір оймен айтып жеткізсеңіз десе, қалай айтар едіңіз? Мүгедектігі бар азаматтардың көп ішіндегі жан дүниелерін 12 мүшесі сау азаматтар түсіне білмейді. Менің бір оқығаным сол, жарайды, бір көргенде арқасынан қағып, жанашырлық танытатын шығармыз. Ал былай шыққаннан кейін ол азаматтарды біз кейде көп елей бермейтіндей жағдай болады. Ойлап қараңыз, кейде өткенде менің өзімнің бір басымда жағдай болды. Былтыр 24 жылы күз айында үйден таңертең жұмысқа шығып бара жатып тұра бергенде арқам ұстады. Сол жерде қозғалмай қалдым, жаттым, құладым. Үйде ешкім болмаған, ана табалдырыққа ескейдің аяғымда киюге мұрша болған жоқ. Енді сондай жағдайға түскеннен кейін шүкір дейсің, бірақ сол коляскамен жүрген азаматтар бар, көзі нашар көретін, құлақ естімейтін азаматтар тың жағдайында бүткіл 24 сағат бүткіл енді өмірлері соғымен кеткен азаматтардың соған берілмей, сынып кетпей, одан бөлек неше түрлі өзіңе ақыл айтып, жобаларды ұсынып атқан кезде қаншама күш керек екенін ойлайсыз. Сол себепті мен ойлаймын, шүкір етіп, барға қанағат етсек, тепе-тең өмір сүруге болады деген сенімдеміз. Сол себепті біздің әлеуметтік қамсыздандыру басқармасының тікелей жұмысы мүгедектігі бар азаматтардың құқығын қорғау бірінші, и ол кісілердің өмір сүру сапасын жақсарту. Басты мақсатымыз сол. Өйткені ертең пандус болмаса, шаштаразға кіре алмаса, өзіне керекті заттар, я болмаса қарапайым бір нандым дүкенге кіріп аламаса, соны жасаламайтын біз болмасақ не болды сонымен? Біздің түпкі мақсатымыз сол. Барлығына жағдай жасау. Қонақ болып, қанша уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет.
бұның алдындағы подкасттарға да рахмет. Енді үшінші подкаст қой. Мен 6 деп ойластырғам, бірақ көп сұрақтарымыз енді подкаст Сөз арасында айтылып кетті ғой. Сол себептен осыны біздің соңғы подкаст деп. Соңғы подкаст емес, енді біздің осы бір жауабымыз. Мүгедектігі бар жайлы жандар үшін аяқталған деп ойлаймын подкаст. Рахмет, өздеріңізге де сәттілік. Шексізге. Командаңызға, жұмыстарыңызға сәттілік болсын. Арнамызға тіркеліңіздер, лайк, комментарий барлығын білесіздер. Таратсаңыздар болады. Сізге рахмет. Рахмет.